Guten Tag! Бүгін неміз ғалымы әрі фотографы Карл Босфельд затты 30 есеге үлкейтуге қабілетті камераны ойлап тапқан. Ал егер шындығына келетін болса, қазір 1920 жыл емес, шамамен 95 жыл бұрын адам баласы заттардың жануарлар мен гүлдерін ұсақ бөлшектерін көріп үйрене бастаған екен. Оған таң қалатын несі бар деп сұрауларыңыз мүмкін. Иә, сол уақыттарда бұл құлақ түрерліктей жаңалық болып есептелген. Бүгінде мұндай жаңалықтармен ешкімді елем еткізе алмайсың. Тіпті кейбір смартфондарда макро түсірілім қызметтері бар. Бірақ дұрыс жасалған микро түсірілімнің өзіне тән тамаша көріністер көп. Сәлеметсіздер бе, менің аты жөнім Азамат Матгул. Бүгін біздің камерамыздың көмегімен макро әлемді зерттейтін боламыз. Das ist fantastisch! Айтпақшы, фантастика дегенде сіздер мультфильм немесе ғарыш кейіпкерлерінің фотосуреттері деп ойлап қалған шығарсыздар. Жоқ, мүлдем олай емес. Ол макро түсірілімнің көмегімен түсірілген қарапайым жәндіктер. Сингапурлық фотограф Ники Бэй өз фотоаппаратынан ешқашанда айырылмайды және осындай ұсақ жәндіктердің таңғаларлық суреттерін жасайды. Мен макро, тіпті микро әлемге қалай баратынын ойлап таптым. Алдымен достар, өз фотосуретімді шығарамын, сіздерге көрсетемін. Және достар, сіздерге бір өтінішім бар. Мені суретке түсіріңдерші. Тамаша. Керемет. Енді бұл суретті басып шығаруға жіберемін. Ал әзірге принтер қағаз бетіне суретті шығарғанша біз бір сәтті ұстап алайық. Бүгінгі бағдарламаның тақырыбы макрофото түсірілімі. Жанрдың ерекшелігімен танысып алайық. Объектілерді үлкейтуді үйреніп, майда заттардың сұлулығын тамашалайық. Бірақ алдымен ғаламтор бетінде сан мыңдаған лайктар жинаған макрофотоларды қарап алайық. Қызықты фотосуреттер. Расында да назарымызға ғажайып сәттер шыға келді. Бұл адамзаттың көзінен жасырын тұрған табиғат сыйлаған ұсақ бөлшектер. Шын мойындаймын, мен қайран қалып тұрмын. Кіп-кішкентай бола қалып, оларды өз көзімен көрсем ғой. Ал достар, мінекей, мен шығаруға берген суретім дайын болды. Мен бұл суретті менің макро әлемге келуімнің тарихы деп атаймын. Суретте мен өз фотосуретімді, ал оның ішіндегі суретте өз суретімді, оның ішіндегі суретте де өз суретімді ұстап тұрмын. Осылай шексіз кішкентай өлшемге дейін кете береді. Қызық, ең бірінші фотосуретте мені көре алады ма екенбіз? Иә, бәрібір көп лайк жинаған макро әлем фотосын маған бермейді. Айтпақшы, соңғысын біздің отандасымыз түсірген. Біз онымен кездестік және мұндай түсірілімнің технологиясы мен сипаттамасы туралы айтып беруін өтіндік. Ендеше сюжетке назар аударайық. Макроәлем алуан түрлі және бір-біріне ұқсамайды дейді фотографтар. Мына фото жаңбыр деп аталады. Авторы Александр Жданко. Ол ұстап көруге мүмкін емес жәндіктерді түсіре алған. Бұл ызыңдаған шыбын өте сирек кездесетін шыбындар тұқымы. Олар гүлдерге қонбайды, суретке түсіру тіптен мүмкін емес. Бірақ калибри немесе жынды көбелектер түсіргендей ұшып жүрген сәттерін қағып алуға болады. Бірақ мен олардың терісі үлпілдек екенін көрсеткім келгендіктен ірі планда түсіріп алуға тырыстым. Назар аударыңыздар, артқы фон бұлыңғыр, объектив фокусы түсірілім нысанына бағытталған. Егер сіздер осы сынды макро түсірілімдер жасайтын болсаңыз, фотоаппаратыңызды қалай дұрыс қою керектігі туралы техникалық сипатын жазып алыңыздар. ISO 400-500 шамасында болуы шарт, ал қазір таянышсыз есіме түспей тұр. Себебі таудан тауға шыққанда таянышты тасу қиынға соғады. Оның үстіне менің тәжірибем жеткілікті. Мен білегіммен жақсы түсіремін. Қосымша жарық та болмады. Негізі жарықты сирек қолданамын.
Себебі менің ойымша жарқылдық суретті бұзады. Бәрібір диафрагма жасауға тура келді. Өйткені объект тегіс емес. Диафрагма 11 болады. Макро түсірілім тек фотографтардың ғана емес, ғалымдардың да ең сүйікті әдістері. Александр Әуесқой фотосуреттермен қатар ғылыми бейнелерді де түсіреді. Ол көбелектер туралы бірнеше мамандандырылған кітаптар шығарған. Здесь книга у нас совмещает и красоту, потому что каждый кадр уникальный. Кітаптағы әрбір кадр ерекше, әр парағы ноу-хау бар. Себебі ешкім ешқашан 40 туындарды көрмеген. Осы суретке қарап, бұл көбелектің қайда өмір сүретінін түсінуге болады. Значит, пойти, ее там найти, сфотографировать. Адамның беймәлім заттарды тануға деген ұмтылысы макро түсірілімге деген жоғары қызығушылықты тудырады. Мен осы тақырыпты зерттей бастағанда ғаламтордан қызықты мәлімет тауып алдым. Егер $100 купюраны бірнеше есеге ұлғайтатын болсақ, сол жағындағы төменгі бұрышның USA 100 деген микромәтін көрінеді екен. Бірақ мен мұнымен тоқтамай, әрі қарай кеттім. Қазақстандық теңге де әлемдегі ең қорғалған купюралардың бірі болып табылады. Біздің дизайнерлер мұхиттың арғы жағындағы әріптестерін асып түскеніне сенімдімін. Міне 5000 купюра түрлі микромәтіндермен қорғалған. Және тағы бір назар аударатын жайт, бөлшектеп тіпті бірнеше есеге ұлғайтып қарағанда олардың түрлі белгілермен жазылғаны байқалады. Банкноттың артқы жағының екі жақ шетінде Қазақстан деген жазумен 5000 деген сан жазылған. Ал көгершін қанаттарының астындағы ою-өрнекте 5000 деген жазу бар. Міне сіздерге қызықты макро әлем. Ал қазір макро жанрдың ерекшеліктерін тереңірек зерттеуге кірісеміз. Макро түсірілім жанры жарнамаларда, ғылыми фактілерді құжаттауда, нумизматика мен тірі табиғат түсірілімі кезінде кеңінен пайдаланылады. Мүмкін сіз әуесқой фотоаппараттарда күйге келтіру бөлімінде макро түсірілім міндеті гүлмен белгіленгенін және бұл жанрдың негізгі нысаны өсімдіктер екенін байқаған шығарсыздар. Бірақ шөп-шаламдарды суретке түсіру жәндіктерге қарағанда оңай. Аталмыш жанрда басты назар суреттің эстетикасы мен сұлулығында болады. Көркемдік ойды макроның көмегімен беру өте қиын. Кәсіпқойлар макро түсірілімде ең басты тәжірибе дейді. Ешқайда жарамайтын ондаған сурет түсірген фотограф соңында ғажап туынды шығаратыны сөзсіз. Тек шыдамдылық пен ынта керек, өйткені сәтті кадрды күту ұзаққа созылуы мүмкін. Тек аралар ғана гүлге жасырылған шырының дәмін біледі. Тек суретші ғана әдемі іздерді сезе алады деп жазған еді Афанасьев. Эх, Афанасий Афанасьевич, сіз сол кезде макро түсірілім туралы білсеңіз ғой. Фотографтар бұрыннан бері құпия шырының дәмін де әдемі іздерді де жұртқа көрсетіп, сезіндіріп келе жатыр. Тарихта макро түсірілім стилі сияқты жанрдың пайда болғаны жайында нақты уақыт жоқ. Көптеген ақпарат көздері 20 ғасырдың басы десе, басқа мәліметтер макро жанрындағы фотоны немістер, енді біреулері француздар алғаш рет ашқан дейді. Бірақ Закари Янсен микроскопты ойлап таппағанда макро түсірілім деген ұғым болмас еді. Оптиканы меңгеру адамзатқа макро әлемнің бар екендігін және оны фотоаппараттарға пайдалануға болатынын түсінуге мүмкіндік берді. Макро суреттер жасаудағы алғашқы тәжірибе қорапты пластинкалы фотоаппараттардың көмегімен түсірілген. Фотоматериалдардың жарық сезгіштігі аз және объективтердің жарық беру күштері әлсіз болғандықтан тек аз қозғалатын нысандарды ғана түсіруге болатын. Кейін қоршаған ортаны осындай амалмен зерттеуге ғалымдар, табиғат зерттеушілер қызығушылық таныта бастады. Бүгінде макрофотосуреттер қоршаған әлемді танудағы айырылмас құрал болып табылады. Макро түсірілімдер таңғалдырудан шаршамайды. Микроскоп астындағы өмір соншалықты қызық. Тіпті ірі планмен түсірілген маржандар да басқа планеталық жұмбақ жәндікке айналып кетеді. Өздеріңіз қарап көріңіздер. Сан түрлі түстер, құдды бір маржаннан ашық түстер бөлінетіндей. Су астындағы өмірді адам баласы әлі толық зерттеп біткен жоқ. Және осындай түсірілімдер бұл жанрдың пайда болуымен жеңіл бола бастаған миллиардтаған жаңалықтардың қасында кішкентай ғана құм қиыршығы болып саналады. Қолыма фотоаппаратты ала отырып, өзімді бір зерттеушідей сезініп кеттім. Мен макро түсірілім жанрындағы жаңашылдықтарға қарсы шығуға дайынмын. Бейтаныстарын ұғынуға тырысамын, сосын міндетті түрде желіге 1-2 фотосурет саламын. Иә, достар, қазір біз арнайы кездесуге бара жатырмыз. Осы кездесу баршамызға өте қызық және де пайдалы болады. Кеттік, достар.
О, Александр Ильич, ассаламу алейкум. Қалыңыз қалай? Алейкум салам. Жақсы. Тамаша. Александр Ильич, енді сізге өзімнің біраз сұрағым жиналыпты. Алғашқы сұрақтан бастайық. Макросъемкадағы жарықтың маңыздылығы қандай? Свет играет, конечно. Әрине жарық басты рөлде, себебі макро түсірілім кезінде қаттылық тереңдігін көтеру үшін диаграмманы қысу керек. А света не хватает. Енді Александр Ильич, енді түсіруге енді арнайы объективтер керек шығар, е? Живые объекты не подпускают к себе. Жанды нысандар өздеріне жақындатпайды, сондықтан да дұрысы арнайы объективпен 100-150 сантиметрлік фокусты ара қашықтықта түсіру. Сонда тым жақын тұрып түсірмейсіздер. 1 немесе 1,5 метр болады. С 1,5 метра. Түсіру үшін фотоаппаратты қандай қалыпқа келтіру қажет? Конкретный пример. Бабочка только родилась, она может подпустить и ближе. По освещению здесь, конечно, надо ставить ISO. Нақты мысал айтайын, жарықтандыру бойынша ISO-ны мүмкіндігінше бар күшіне қою керек. Көбелек қанатын жайып отыр. Сондықтан да диаграмманы 11-ге апарсақ мінсіз болып шығады. Можно не зажимать до 22. Здесь хватит и 11. Будет идеально 11. Александр Ильич, керемет, өте қызықты. Ал енді біз сізбен теориямызды доғарайық. Олай болса, біздің практикамызға көшейік. Мен дайынмын. Deep dug down on the foreshore that questions what we live for. Sign reads like a tombstone blues. Colors like a rainbow fall back in a dark hole, and a question it comes burning through. Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele for sure. Александр Ильич, макросъемкадағы ракурстың маңыздылығы қанша? Мысалы, сурет ұтымды шығу үшін қалай түсірген дұрыс? Үстінен түсірген дұрыс па, әлде отырып, астынан түсіреміз ба? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Өте орынды сұрақ, себебі макро түсірілімде ракурс үлкен мағынаға ие. Кез келген макро объективте өзіне сай орындары болады. Оны табу үшін нысанда объектив сызығының бойымен орналастыру керек. Ол үшін жиі отырып тұру, тіпті жатуға немесе тізерлеп тұрып түсіруге тура келеді. Оның үстіне жәндіктер тез қозғалады. Ең дұрысы таңертең түсіру керек. Егер түсірілімнің ракурсы мен жарығы туралы айтатын болсақ, егер нысанды жарыққа қарай, сосын жарыққа қарама-қарсы түсіретін болсақ, сызықты суреттер алуға болады. Сонда көбелектің қанатындағы қабықтар түсі сарысы сары, қызылы қызыл болып шығады. Мұндай кадрларды қағып ала алсаң, нағыз ғажап фотосуреттің авторы боласыз. Если удачно снять, то получается просто шедевр. Time is like an ocean, singular but broken, and we are wooden pegs on a board. Sudden like a rainstorm, a voice it pours from heaven. Is this your final welcome home? Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Александр Ильич, сізге көп рахмет. Бүгінгі сабақтан мен көптеген жаңалықтарды өзіме аштым. Біздің көрермендерге де бүгінгі сұхбатымыз өте керекті деп болады деп ойлаймын. Сізге тек қана амандық, сәттілік тілеймін. Көп рахмет, сізге сау болыңыз. Айналады, ұшады, бірақ ермейді. Көпшілігіміз қардың ұлғайтылған суретін көрген шығармыз. Бірақ мұндай кадр жасау үшін қандай еңбек керек екендігін білетіндер кемде-кем. Бірақ сол сәтті ұстап алсаңыз, осы ғажаптан шексіз ләззат алуға болады. Жасалған фотосуреттерге қарап, табиғаттың құдіреттілігіне таң қаласын. Оның көрінбейтін ұсақ заттарына дейін ерекше әдемі. Кез келген суреттің мінсіз шығатындай фото жұмысты жақсылап меңгеріп алсам ғой шіркін. Мақсатқа ынталанған адам ғана жете алады.
ал біздің жағдайымызда фотосуретші өз мақсатына жету үшін барынша тырысады. Ал мен фотоөнерге қызығушылық танытатын отандық жұлдыздар кім екенін анықтауға кеттім. Мүмкін аз да болса 1-2 макро түсірілімдер бар шығар. Бірақ бір кісілер маған ұялы телефонның көмегімен макро түсірілімді қалай жасауға болатынын айтып беремін деп уәде еткен. Достар, бізде бүгін студияда біздің құрметті қонағымыз актер, продюсер, сценарист Сабит Рахимбаев. Сабит, қош келдіңіз. Жалпы ең алғашқы сұрақ, ол сіз макро түсірілім деген ұғымды білесіз бе? Білсеңіз, қолданасыз ба? Дело в том, что макросъемка... Макро түсірілімді әріптерді ірі планмен көрсетуге тырысқанда пайдаланады. Немесе фильмдегі, немесе сериалдағы титрлар түсіргенде. Бірақ макро түсірілімді үй жағында да қолдануға болады. Онда барлығы қарапайым. Краннан саусағыңызға аздап су тамызасыз, сосын телефоныңыздың артындағы объективке суды жақсаңыз, сосын қайтадан кері айналдырып, камерасын қоссаңыз, макро түсірілімнің эффектілері байқалады. Кез келген әріптер ірі көрінеді. Ал егер шөпті түсіретін болсаңыз, онда бүкіл шығын шіркейлер көрінеді. Менің ойымша, мұндай кадрлар керек болса, осы әдіске жүгінеді. Бірақ көпшілігі макро түсіріліммен әуестенбейді. Бұл көбінесе кәсіби фотографтар үшін қызықты. Оныған суретті өзіңіздің нысанаңызға түсіріп аласыз ба? Мен фотосуреттермен қатты қызықпаймын, бірақ менің әйелім суретке жиі түскенді жақсы көреді. Және түрлі объективті бар фотоаппараттар сатып алып беруімді сұрайды. Біз екеуміз көп елдерге саяхаттаймыз және дұрыс суретке түсіруді бірге үйренеміз. Егер қаласаңыздар, фотосуреттерімізді көрсете аламын. Міне Үндістанда болдық. Ол жақта Майсар, Майсардан жоғары тибеттік мекен бар. Ол жақта монахтар тұрады. Мысалы, монах Шаолина. Қарт ата өте көңілді кісі. Ну, вот такой старый дед, очень прикольный, такой колоритный, видите, он такой в желтом. Вот еще Ал мына фотосуретті меңгерушілерге арналған. Демек, әр фотосуреттің өзіне тән ерекшелігі бар. Диафрагманы ұлғайтып, түсірілімді баяулату керек. Сосын таяқты жандырып, сол таяқ жанып біткенше фигура салу керек. Осы кезде фотоаппарат осындай фотосуреттің пайда болуын ақырындап түсіре бастайды. Бұның барлығын сіздер өздеріңіз жасай аласыздар. Тек фотоаппараттарыңыздағы осындай міндетті қоссаңыз болғаны. фотоаппарате и включить эту функцию. Сабит, сізге көп рахмет. Біздің сұхбатымыз өте қызық және пайдалы болды. Сізге тек қана амандық және өнеріңізде тек қана табыс тілейміз. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Мен бүгінгі сабақты қайталап көруге қарсы емеспін. Біздің бағдарламаны білім және мәдениет телеарнасының сайтынан қайталап көруге болатын қандай жақсы. Айтпақшы, сіздерге де көруге кеңес беремін. Сілтемесі экранда тұр. Және бағдарлама соңында сіздер жіберген фото жұмыстарды тамашалап кетпекпіз. Біздің бағдарламаның электронды мекен жайына суреттеріңізді көбірек жіберіңіздер. Аты жөніңізді және дәл ұсталған сәттер деп жазуды ұмытпаңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жұмыстарыңызды эфирден көрсетеміз. Осымен бітті. Біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Күліп жүріңіздер. Кім біледі, мүмкін әлдекімдер фотокамерасының нысаны сізге қарай бағыттап тұрған шығар. Сау болыңыздар.